Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін небәрі 5 минутта дайын болатын өте оңай салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге керегі қызанақ 2 дана, қияр 2 дана, 200 грамм қырыққабат және 1 бас пияз. Қырыққабатты осылай жұқалап тураймыз. Қиярды осылай ортасынан бөліп, жұқалау етіп тураймыз. Пиязды да жұп-жұқа етіп тураймыз. Қызанақты видеодағыдай тураймыз. Дәміне қарай 1 шай қасық тұз саламыз. 2 ас қасық зәйтүн майын құямыз. Енді шанышқымен жақсылап араластырамыз. Міне салатымыз небәрі 5 минутта дайын болды. Өте дәмді болды, балаларға қатты ұнады. Егер рецептім ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.